Нұр-Сұлтанда Астана Mining and Metallurgy 12-ші халықаралық тау-кен металлургия конгресі өтті. 2 күн бойы орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, ұлттық және халықаралық компаниялар, инвестициялық қорлардың өкілдері мен ірі кәсіпорын басшылары тау-кен саласының бүгінгі ахуалы мен оның дамуын жан-жақты талқылады. Алғашқы конгресс 2010 жылы өткен болатын. Осы уақыттан бері конгресс саладағы кәсіпқой мамандар бас қосып, өзара уағдаластыққа қол жеткізетін және тараптар арасында тиімді келісім шарттар жасалатын алаңға айналды. Сегодня мы определили 50 крупнейших компаний. Қазіргі таңда өңдеу өнеркәсібімен айналысатын 50 ірі кәсіпорын анықталды. Аталған кәсіпорындардың базасында шағын және орта бизнес белдеуі құрылатын болады. Олар кепілдеме сатып алулар үшін офтейк келісімдер мен шарттар жасайтын болады. Нәтижесінде импорттық өнімдерді жалпы құны 3 триллион теңгені құрайтын отандық тауарлар алмастырады деп күтілуде. Конгресс аясында 3-ші Қазақстанның алтын өндірушілерінің форумы өтті. Қазақстандық тазартылған алтынның әр граммы отандық алтын қорын толықтыруға жұмсалады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев айтты. Каждый грамм казахстанского афинированного золота идет в пополнение. Қазақстандық тазартылған алтынның әр граммы отандық алтын қорын толықтыруға жұмсалады. Елімізде 400 тоннадан астам алтын қоры бар. Қазақстан алтын қоры бойынша әлемде 12-ші орында. Біздің алтын өндірушілер еліміздің экономикалық тұрақтылығын сақтауға айтарлықтай үлесін қосып отырып, бұл мемлекет пен бизнестің өзара ықпалдастығының нәтижесінде қол жеткізілді. Шара шеңберінде Қазақстанның көмір өнеркәсібінің 3-ші форумы өткізілді. Қазіргі таңда еліміздің көмір саласы электр энергиясының шамамен 70%-ын өндіріп, кокс химия өндірісінің толық жүктемесін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ коммуналдық тұрмыстық сектор мен ел халқының отынға қажеттілігін толық қанағаттандырады. Салада 30 мыңға жуық адам еңбек етуде. Соңғы 30 жылдан астам уақытта отандық кәсіпорындар 2,7 миллиард тоннадан астам көмір өндірген. Шамамен 0,8 миллиард тонна жақын және алыс шетелге экспортталды. Қазіргі күнде елімізде көмір өндіру бағытында 30-ға жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Бұл еліміздегі номер 2-ші экономика. Бұл сала жылына 11 триллион теңгеге өнім шығарады. 12 миллиард ақш долларға еліміздің экспортқа шығады. Бұл салада 230 мың жұмыс орны бар. Яғни мен аса айтпай қойын, бірақ Қарағанды, Ақтөбе, Павлодар, Өскемен және бірнеше ондаған моноқалалар тікелей осы салаға тікелей байланысты. Жалпы ішкі өнімнің үлесі 9%. Яғни бұл расында мұнай-газ саласына кейінгі номер 2-ші өте маңызды экономика. Бұл конгресс бүгін күні 12-ші рет өтіп жатыр. Сонымен қатар IMM аясында алтын ГФС салалық сыйлығын тапсыру рәсімі ұйымдастырылды. Марапат тау-кен металлургия саласын дамытуға қосқан үлесі үшін үздік геологтар, кеншілер, металлургтер, студенттер, журналистер мен алдыңғы қатарлы кәсіпорындарға берілді.